Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Арман Зұңқар Оспанов, Қазақстанның мақтанышы, ММА әлеміндегі ең қауіпті нокаут шеберлерінің бірі. Оның әрбір жекпе-жегі ерекше және қызыққа толы. Бүгін біз сіздерге оның мәнсабындағы ең жарқын 5 нокаутын ұсынатын боламыз. жылдың қараша айында Арман Оспанов өзінің алғашқы ресми жекпе-жегін өткізді. Оның қарсыласы ресейлік Якуб Тангиев атанды. Екінші раундта Оспанов оң қолмен күшті панч жасап, Тангиевті жерге сұлатып түсірді. Бұл өте әсерлі дебют болды. Дебюттік жекпе-жегінен 13 ай өткеннен соң Оспанов өзінің 6-шы кәсіби жекпе-жегін өткізді. Оның қарсыласы ресейдің дебютанты Евгений Леничев болды. Бірінші раундта Арман сол қолмен зілдей ауыр соққы жасап, Леничевті нокаутқа жіберді. жылдың мамырында Арман Оспанов Ресейдің ACB промоушенінде дебют жасады. Жапондық Тейчи Накадзимаға қарсы жекпе-жекте Арман күтпеген жерден вертушка теуіп, Накадзиманы ессіз нокаутқа жіберді. Бұл өте керемет нокаут болды. жылдың сәуірінде Арман ұзақ уақыттан кейін клеткаға шықты және соңғы 2 жекпе-жегінде жеңіліс тапқан болатын. Оның қарсыласы Ломали Ескеев атанды. Екінші раунд басталғаны сол еді. Арман тіземен соққы жасап, бірнеше секундтың ішінде қарсыласын нокаутқа жіберді. жылдың наурызында Арман ACA турнирінде Алматыда Расул Мирзаевпен жекпе-жек өткізді. Арман бірінші раундта Мирзаевті қатты соққымен нокаутқа жіберді. Бұл соққының қаттылығы мен дәлдігі қарсыласты аямады. Арман Оспановтың бұл әсерлі нокауттары оны әлемдік деңгейдегі жекпе-жек шебері ретінде танытты. Бүгінгі видеомыз осымен аяқталды. Видео ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып, коммент жазып кетіңіздер. Бұл біз үшін үлкен мотивация.